Қайырлы таң, қыздар. Қалайсыздар? Бүгінгі видеомыз басталғалы жатыр. Лайк басыңыздар, коммент қалдырыңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар деп. Мынандай біздің таңғы ас. Нанның үстіне сыр қойып микроволновкада еріткем. Мынау менің таңғы асым. Мынау брусникадан жасалған варенье. Мен осымен құр қайнаған суға осының бір қасығын салып ішем. Бұл брусника неге бауырға жақсы, соған көмектеседі деген сияқты жазған екен. Содан алғам, Көкшетау жақта жолдан сатып алғам. Мына қызымның таңғы асы. Ол шай ішпейді, ол құр су ішеді. Балапан мынандай шашып тастады ғой. Кім? Кім жинайды енді бұны? Біз енді арбуз жейін деп отырмыз. Қызымыз екеуміз. Мен қызым пазл жинап жатыр. Осындай детский мынандай пазлдар алғам қызыма. Ой, молодец, ақылдым сол. Жаным. Мынандай ыдыстың ішінде болады, темір. Мынандай екі детальдан тұрады ғой, мынандай екі осын бала өзі тауып, бірдей осындай екі сурет тауып, былай қосу керек. Соны біз енді үйреніп жатырмыз. Олай емес, дұрыстап істе. Иә, солай. Жоқ, олай емес. Аудар. Иә, молодец. Иә, солай. Әне. Мен кешкі асты бастап кеттім. Бүгін бізде тауық етінен сорпа болады. Бірақ мен оны қайнатпаймын, қуырып істеймін. Кішкене май қоям. Қыздырып алам майды. Сосын тауық етін, пияз, чеснок қосып бірге қуырамын. Қыздар, мен мынандай морская соль қолданам. Өте пайдалы деп естігем, оқығам. Менде бұның ірі түрі бар, осындай сорпаға қосатын. Сосын мынандай майда түрі бар. Ол салаттарға, қою тамақ жасаған кезде қолданам. Тұзымды ауыстырғам. Уже 1-2 жылдай болып қалды. Тек морская соль ғана қолданамыз. Мен сорпаға перец қосам. Для курицы деген не бар, приправа менде. Содан кішкене қосам. Все, болды. Осымен сорпаның қайнағанын күтеміз. Кішкене епті картошкалар пісейін деген кезде ішіне бірдеңе салам. Пока білмеймін не салатынымды. Пиязды неге бұлай целый қылып салдың дейтіндерге, менің жолдасым егер тамақтан туралған пиязды көрсе, ол тамақ ішпей қояды. Сол үшін мен осылай сорпаға ірілей салам. Міне каркаден салдым. Бір рет араластырып,
Енді бетін крышкамен жауып қоямыз. Бұл енді демделіп тұрады кішкене. Сосын бір 20 минуттан кейін, кішкене салқындағаннан кейін қант саламыз. Менің сорпам қайнап, картошкасы жұмсарды, еті де піседі. Енді мынандай вермишель салам. Сорпаны. Енді зелень салам. Укроп и кинза. Енді каркадеға мята, жуылған мята саламыз. Сосын кешкі ұйқы қазір түсін жуам. Мынамен бетімді жуам. И мынамен таңертең бетімді жуам. Мынау гарнирдің күштісі 3 в 1. Бет жуатын гель, скраб и маска. Скрабты да жасадым, гельді да жасадым, масканы да жасап көрдім. Шын айтайын, осыдан кейін бетім свежий, күшті болып қалды.